Биылғы жылы біздің қаламызда тұтынушыны жылумен сумен жабдықтау бағытында ірі деген 4 жоба іске асуда. Аталмыш жобалар Нұрлы жер мемлекеттік инфрақұрылымдық дамыту бағдарламасы шеңберінде қолға алынған. Қала әкімінің төрағалығымен өткен алқалы жиында Қарағандыда инженерлік коммуникациялық инфрақұрылыммен жабдықтауға негізделген жұмыстың орындалысы сұралды. Биылғы жылы Қарағандыда тұрғындарымызға жылу және су қызметін жоғары сапада еш олқылықсыз ұсыну үшін 4 жоба қолға алынып отыр. Осынау жобаларға жекелей тоқталсақ, Пришахтинск ауданында кварталаралық су құбыр желілерін салу жобасы былтырғы жылы басталған. Бүгінгі таңда жоба бойынша құрылыс монтаждау жұмыстары тәмамдалған. Ұзындығы 28,9 километр құбыр жолы жаңадан төселді. Енді мамандарымыз құбырды тазалау, жуу бойынша шаруаға кіріскен. Жоба аясындағы жұмысты биылғы жыл соңына дейін аяқтамақ. Айта кетейік, бұл жобаның берері сол суық су желісі бойында апаттылық жағдайы нөлге дейін төмендейді дейді шенеуніктер. Іске асырудың әсері апаттықты жылына 245-тен нөлге дейін төмендету, Пришахтинск секторы тұтынушыларымен сумен жабдықтау сапасын жақсарту. Жалпы бұл жерде бұл әсерді 40 мыңнан астам адам өзі осы жылдан бастап сезінеді. Осы жылы сұрыптау аумағында да су құбыры желілерінің құрылысы қолға алынды. Құбыр төсеуге жауапты мердігерлік ұйымдар 6 көшеде құрылыс монтаждау жұмыстарын жүргізуде екен. Жоспар бойынша 15-8 километр құбыр жолы алмастырылуы тиіс десек, бүгінде 18 километр құбыр желісі салынған. Бұл ауыспалы жоба келер жылы да жалғасады. Былтырғы қыста жылу құбыр жолы ыстықты ұстап тұратын деңгейде қажетінше оқшауланбағандықтан, әсіресе сұрыптау станция аумағының тұрғындары қыстан жаурап шықты. Жылу сапасына қатысты шағым да аз болмады. Ұсынылған ақпарға сүйенсек, жылу желілерінің ұзындығы 895 километр, оның 117 шақырым құбыр бойы бекемделіп оқшаулануды қажет етуде. Биыл жылу желілер бойынша оқшаулау мақсатында құны 5 миллион теңгеден асатын жоба қарастырылған. Мердігер жұмысқа кіріскен. Қазіргі уақытта ескі оқшаулау, бөлшектеу, изоляция монтаждау үшін құбырды тегістеу және сырлау бойынша жұмыстар жүргізілуде. Оның бүгінгі таңда 16,6 километрден бізде 14,8 монтаж жұмыстары жүргізілді. Жылу құбыр жолын арнайы материалмен орап матау нәтижесінде жылу шығыны да біршама азайып, үйлерді жылумен жабдықтау жақсарады дейді. Жылуға қатысы тағы бір ауқымды іс қаламыздың 30-шы ықшам ауданындағы жаңадан салынар тұрғын үйлер мен білім беру нысандарын жылу көзіне қосу бағытындағы жылу желілерін жаңғырту жобасы. Бұл 2 жылға межеленген жоба. Биыл жалпы ұзындығы 1,7 километр құбыр жолының 1,1 километрі жаңғыртылып, қазірде абаттандыру жұмыстары жүргізілуде. Бұл жобаның да пайдасы айтарлық дейді. Іске асырудың әсері апаттықты 8 бірліктен 0-ге төмендету осы аудан бойынша. Жалпы бұл жерде 35 көп қабатты үй жаңағы әсерін көреді. Сонымен қатар 7 әлеуметтік, оның ішінде білім және денсаулық сақтау нысандары бар. Қала әкімі Ермағанбет Бөлекбаев осынау жобалардың орындалысына қатысты сауал жолдап, кейбіріне жекелей тоқталды. Жауапты бөлім басшыларына биыл аяқталуы тиіс жобаларды мерзімінде қарашаның соңына дейін аяқтауды қадағалау тапсырылды. Бақыт Күлматова, Николай Шевелев, 5-ші арна.